Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта тренд болып жатқан осындай жүрекше пирогының рецептімен бөлісемін. Пирогымыз өте дәмді, әдемі және жұмсақ, нәзік болып шығады. Достар, осы видеоның көбірек таралғанын қаласаңыз, қазірден лайк басып кетіңіз және де досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Бізге қажетті заттар ұн, құмшекер, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, сүт, сұйық май. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, араластырып дайындап аламыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстінен құмшекердің жарты бөлігін саламыз және де миксерлеуді бастаймыз. Бастапқы кезде жай жылдамдықпен араластырамыз. Одан кейін ең жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Құмшекеріміздің қалған бөлігін саламыз. Енді жақсылап 5 минуттай араластырамыз. Массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енуі қажет. Сол кезде пирогымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Мінекей массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енді. Енді миксерлеуді тоқтатып, сұйық майымызды құямыз. Жылы сүтімізді құямыз. Венчикпен араластырып жібереміз. Енді миксер қолданбаймыз, осы венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Ұнымызды біртіндеп аз-аздан саламыз. Бірден барлығын салуға болмайды. Өйткені біздің массамыз басылып қалады, немесе іртік-іртік комоктар болып қалуы мүмкін. Осылай біртіндеп салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Осы қамырымыздан 2 ас қасығын жеке кесеге салып аламыз. Жеке салып алған қамырымызға осындай қызыл бояғыш саламыз. Өзіңізге керекті мөлшерде құйып, араластырамыз. Формамызды дайындап, қамырымызды құямыз. Формамыздың диаметрі 18-20 диаметр. Және пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қамырымыздың үстінен жаңағы қызыл бояғыш қосылған қамырды осындай дөңгелек қылып құйып шығамыз. Мен қызыл бояғыш қосылған қамырды осындай кондитерский мешокқа салып алдым. Өздеріңізге қалай ыңғайлы болады, солай жасасаңыздар болады. Қасықпен де құйсаңыз болады. Шпажканың көмегімен дәл осылай жүргізіп өтеміз, яғни жүрекше формалар шығаратын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып қойдым. 170 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің жүрекше пирогымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Узорлары жақсы көрініп тұр. Дәл осындай ерекше пирогты жасап, сүйіктілеріңізге тосын сый жасаңыздар. Мінекей пирогымды бөліп көріп жатырмын. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шыққан. Дәл осылай жасап шай ішсеңіз болады. Және де бисквит ретінде пісіріп, ортасына крем жағып, торт ретінде де жасасаңыз болады. Достар, осы видеоның тезірек таралуына көмектесіп, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіз және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.